әйтеуір елдің алысқаны менің емшегім. Иә жан. Бәрі мен емшегіммен алысқан әйтеуір. Бәріне қызық. Болған шығар уже достар, уже стрёмно, уже кринждау, уже қызық емес. Басқа бір хейт придумайте деп қойсын. Как обычно, қараңыздар. Мен машина жүрдім таң азанмен. Жаңа күн шығып тұрады, мынау не енді. Сіздерге айтайын, егерде жаңбыр керек болатын болса, айтыңыздар, машина жүріп тұрам. Ой, біз бір тұрып пысықтанып кеттік, короче. Жонышқа таң азанмен обед болып кетті ғой, бешбармаққа кірісіп кетті. Қасы, ет, как положено. Біздің қатын бір кірісі айыр жіберді любой тірлікті. Все, ас болсын. Бүгін біраз адамдармен бір күшті жерге барамыз. Мүмкін сіздер оларды да андай бір сүйіп қарайтын жандар шығар, жақсы көріп қарайтын жандар бар шығар деген сияқты ғой енді. Бүгін қатысушылардың кейбірімен жиналамыз, отырамыз, бір күшті жерге барамыз. В общем, бүгін андай қызық күн болайын деп тұр. Мен етіп көп адаммен талпа болып жүрмегелі біраз болыпты. Не болса да жақсы күн болайын деп тұр. Үште жиналамыз дегенбіз. Вот. Салам алейкум. Неғып салам алейкум дей бердің сен? Білмеймін ғой, что-то амандасқым келіп отыр. Бүгін біреулермен кездескенбіз ғой, Иә. Содан кейін шығар. Әлі ерте ғой? Мақұл, ертең. Солай короче. Негізі Емермен білмеймін енді бәріне топырақ шашпаймын. Бірақ жазды бәрі Емерметке бармаңдар деп. Емерметте кісі бітіп кетеді. 10 күннен кейін көресіздер, одан кейін операция деп. Біз мүмкін 10 күннің ішінде мамам басқаша өзін сезініп қалам еді, может дұрыс кетпей қалатын беді, білмеймін, бірақ кешеде оқырмандарым жазып көп ойнамаңдар, операция болды. Оның үстіне ыңғайсыз жер сынған екен. Сондықтан да біз қазір операцияға кіргізіп қалқамаға кіріп, бұл жерде дәрігерлер бірден операция деді. Қазір сіздер күтсеңіздер, ол қисық бітіп кетеді, сосын барып қолын көтере алмай қалатын болады. Қазір операцияға бірден жатыңыздар. Сондықтан рахмет, сәттілік тілеп қойыңыздар. Жазым деген аяқ асты екен. Я уже в другом городе. Угадайте, в каком? Дам подсказку. Кто знает, тот знает. Такой скромненький райончик. Сегодня приехала поздно, умылась, покушала вкусно. И теперь отдохну, и завтра с новыми силами, с новым настроем приступим к делам. Так вот, доброй ночи. Барлықтарыңа сәлем достар. Күнде сториске шығамын деймін да. Әйтеуір бірдеңе дайын тұрады. Мен сториске шыққан сайын түкіріп тұрыңдаршы. Көздерің тиіп кетіп жатыр. Кешке бүйірім ұстап қалып, неден ұстап қалғанын білмеймін, бірақ сонымен бүгін жатырмын енді. Бүгін пландарым бар еді. Бәрі қалды. Болса жатырмын. Бүгін менде тағы демалыс. Сұлуым бәле болып отыр. Осылай түрмен сендерге айтайыншы дедім. Бүгін сториске шығамын деп ниеттем қойып үйсіп шығайын дедім сендерге. Осылай жатырмын. Бізде классқа бор. Сол, өзіңізі қонақта Айсара тәте. Бәрі мақтайды. Күшті видеоға күшті түседі деп. Кім мақтайды? Актриса дейді. Алдына видеоңызды көрдіңіз ба? Қай видеоны? Алдына түсірдік қой үйде. Кімнен көрем оны? Айданаға жіберсем? Көрмедіңіз ба? Айданаға жіберсем көрем. Чай беріп жатырық. Анадан алған косметикалармен боянатын боламыз. Кеттік. Бізде бірінші осындай Аминесаның макияжға дейінгі спрейі. Оригинал тональный крем аламын дейтін болсаңыздар да Киванода бар. Насен Сұлудың қасқа арналған гелін мен 1 жыл бұрын алған болатынмын. Әлі толып тұр ғой, прям. Мынау маған кем дегенде бір 2 жылға әлі жетеді. Оригинал Kylie Girl 1 жыл бұрын алған болатынмын. Әлі сол күйі тұр. Осындай үлкен набор кисточканы алғым келіп жүрген.
Карандаштар всегда скидкамен алам Киванодан. Мынаны сенесіздер ма, Киванодан 3 жыл бұрын алғам. 3 жыл бұрын алдым, бірақ әлі бітпеді. Соңғы этап бізде туш. Мені осынайды водостойки кірпіктің астында боямыз. Көзіміз үлкен көріну үшін. Талаптарға байланысты көліктеріңізді тоқтатса, ГАИ қызметкерлері егер ешқандай нарушениесіз просто проверка документовпен тоқтатса да, қазір багажникті ашып, жаңағы огнетушитель, сосын предупреждающий знак, сосын аптечка тексеретін болған. Ол не үшін екенін білмеймін. Енді бұрында тоже баяғыда мен кішкентай кезімде тексеретін, кейін оны қойып кеткен. И менің ешқандай машинамда ол заттар болмаған еді. Енді қазір тексеретін болғаннан кейін сатып алдым. Міне аптечка, жаңағы предупреждающий знак, сосын мына огнетушитель. Көрдіңіздер ме? Любой время тоқтатып, тексеріп, егер болмай қалған жағдайда 21.600 теңге ма штраф сап береді екен. Так что штраф алмай тұрып, сатып алып сақ болған дұрыс.